достар. Ассалаумалейкум достар, сіздермен бірге мен Ерагизет. Бүгінгі видеода достар біз не істейміз? Нұрлан Қаламның видеосына, Паразит деген видеосына реакция түсіретін боламыз. Сіздер каналға тіркел, лайк басып кетіңіздер. Бұл реакцияны бүгін қараңдар, бүгін бізде ауа райы өте жаман. Қазір сағат 6:20 түсіріп жатырмын достар. Сіздер каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Ал біз кеттік, бастаймыз. Сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрлан Қалам. Достар, қош келдіңіздер жаңа летсплейға. Бұл летсплейдің аты Паразиттар. Паразиттар деген не деп сұрап отқан боларсыздар? Паразиттар деген міне осы жұқпалы құбыжықтар. Достар, құбыжықтан түрлі бойынша Майнкрафтта бұндай құбыжықтар болса, бірден қашан келіп тұрса күш тұтқанда. Затау сені әбітті де өлтірсе оңған ғой бұлан. Бұл әлемде неше түрлі қорқынышты құбыжықтар өмір сүретін болады. Олар бүкіл тіршіліктің барлығына ауруларын жұқтырады және ауру жұқтырып алған жануар немесе житель паразитке айналады. Әрбір күн сайын паразиттер саны көбейе береді, ал ауру барлық тіршілікке тарайды. Менің мақсатым өзіме ауру жұқтырып алмай, бүкіл паразиттерді жойып, әлемді құтқару. В общем, достар, көріп отырғандарыңыздай мен мирді аштым. Міне достар, біз мирді шықтық. Енді давайте достар, біздің выживаниемізді бастайық осы сұмдық әлемде. Давайте кеттік. Ал мен бірінші рет ойнап жатырмын достар, сол себепті қазір қызықты болатын шығар деген ойдамын. Бір ретте әлі құбыжықты көрмедім, достар, қызықты болады. Мұнда неше түрлі паразиттердің түрлері болады достар. Ё-майо, олар бізге жабулайтын болады, түнде шығатын болады. Короче, достар, бұл реально кәдімгідей хардкорный летсплей болады. Егерде екінші бөлімін тез түсіргенін қаласаңыздар, қазірден бастап лайктарыңызды басып арнаға жазылып кетіңіздер. Көп болды достар, Майнкрафт түсірмегелі, яғни осындай летсплей каналда болмағаны өте көп болды. Енді осы летсплей қызықты болатын шығар деген ойдамын. Мен барынша достар сіздерге қызықты етіп түсіруге тырысам. Бірінші әрине біз дейтін ағаштан бастаймыз. Енді білесіздер ғой достар, Майнкрафт дейтін достар ағаштан басылады әрқашанда. Сол себепті бізге қазір шамалы ағаштар жинап алу керек. Енді қазір бүгінгі серияда енді біршама құбыжықтарды көретін шығармыз деген ойдамын. Неше түрлі монстрларды мен білмеймін достар, олар қандай екенін қазір айтып тұрмын достар. Бірінші рет ойнап жатырмын, сол себепті маған да қызық достар, қандай екен олар. Нормальный ма екен, қорқынышты ма екен, қазір көретін боламыз. Мына жақта мен достар қойларды көріп тұрмын. Давайте достар біз сразу қойларды қазір алып алайық. Өйткені бізге қазір үй жасап алу керек қой. Ойбай, не істеп жатырмын мен? Қуамын. Уже Майнкрафт көп ойнамаған соң ұмытып қалдым ғой достар. Крафт қалай жасау керек екен. Так, верстак жасап алайық. Давайте достар. Так, верстак жасап алдым. Так, сразу палка жасап аламыз. И сразу давайте достар қылыш жасап алайық. Керек болады деп ойлаймын қазір. И вот сразу қылыш дайын тұр. И әрине достар, так, топор жасап алайық. И әрине достар, кирка жасап аламыз. Осы үш басты құралды жасап алатын боламыз. Давайте енді қойлардың маған жүндері керек достар. Енді қойлар кешіріңдер, енді сіздердің жүндері маған керек. Мына әлемде бізге тезірек үй салып алу керек. Егерде қарапайым Майнкрафтта үй салып та керек емес болса, зомби криперден кім қорқады достар? Қазіргі заманда мен ойымша олардан ешкім қорықпайтын сияқты. Бірақ бұл дейтін қарапайым Майнкрафт емес қой. Мұнда неше түрлі құбыжықтардың түрлері болады. В общем, сіздер білесіздер уже. Так что кеттік. Мына қой, ойбай, 3 қой алдым уже достар, жарайды деп ойлаймын. Сонымен қатар бізде 4 қойдың еті бар. Нормально жалпы достар, нормально. Енді бізге бір жерге тығып қалу керек. Қазір кеш болмай тұрғанда мен әрине шахтада тығып қалатын шығармын да. Шахтада просто таулардың бір шетін қырып аламын киркамен. Сол жерге короче үйім жасап алатын шығармын да. Бірақ әзірше кеш болған жоқ, сол себепті давайте жүре тұрайық. Мұнда не бар екен? Мұнда как раз достар, мына қараңдар, көмірлер бар екен. Көмірлерді әрине алып аламыз достар. Қазір түнде бізге жарық керек қой. Және тамақты пісіру керек, айтпақшы, етті пісіру үшін көмір керек. Оның бәрін неге айтып жатырмын достар, сіздерге мен әрине білмеймін. Достар, сіздерге онсызды сіздер білесіздер ғой, оның бәрін неге мен аузымды шашатып қызып жатырмын, өзімнен білмеймін, короче. Достар, мен әсіл өзім үйдені құртпай тыныш отырғым келіп жатыр, да? Достар, лайк басып қолдап кетіңіздер. Сіздерге лайк басып мені қолдап кетіңіздер. Мен өзіме де қызықты болса жақсы еді негізі. Әзірше ешқандай құбыжықтарды көріп тұрған жоқпын, білмеймін достар. Қазір шахтаға давайте бірге барып көрейік, бәлкім шахтада кездесетін шығар сол құбыжықтар. Ойбай, мен эндермен дауысын естіп тұрмын. Эндермен бізге жынданып жүр ме, не? Так, эндермен дауысын естіп тұрмын достар, көрдіңдер ме? Эндермен бізге шулап атты, осы қазір эндермен дауысы шығып атты.
Окей, бізге шабуламаса болды ғой ең бастысы. Давайте біз енді өзімізге, давайте каменный кирка жасалайық. Жетпеші мына жыным кетті достар, ағаштан жасалған кирканы кәдімгідей 10 сағат алып болмайды ғой кәдімгідей. Осымен тезірек аламыз енді көмірді. Ема достар, не мынау? Ема, көріндер ме? Не болғанын? What the fuck, не мынау? Ассимилированный человек дейді. Ема достар, зәрем ұшып кетті ғой кәдімгідей. Қалай өлтіріп тапты мені? Фу, ё-моё. Так, біз осы арада өлдік қой, мен қайда өлген білем достар, мен ана жаққа барам қазір. Фу, зәрем ұшып кетті достар, жаңа қарай қарап қойып едім, екінші мониторға сразу атып шықты да өлтіріп тастады мені. Ема достар, реально зәрем ұшып кетті, білген жоқпын атып шығатын ананы. Так, қай жерде өліп қалдым мен достар? Так, тауып алайыншы, өзімді іздеп алайыншы қазір. Осы араларда өлдім ғой мен. Телепорт жасады ма, бірден жасады, короче. Жаман өлтіріп тастады ғой мені кәдімгідей. Мен оған дым істеген жоқпын, өзі келіп мені өлтіріп тастады ғой. Неге вообще мен осы модпен ойнап бастадым достар, мен уже өкініп жатырмын шын айтсам, өйткені вообще күтпедім, андай болатынын білмеймін ешқашан. Ана эндермен мен скелет достар. Құбыжықтар тыпырасап бізге. Бұл дейтін жаман ғой кәдімгідей, бұл жаман хардкор ғой. Так, мен өлген жерім қайда вообще достар, мен өлген жерімді айтпайды да мына модта. Қай жерде өліп қалдым мен достар? Жақсы достар, заттарым енді ондай атты көп зат болған жоқ, енді өліп қалсам жақсы еш жетпес, қазір қайтадан жасап алармын барлық заттарды. Так, енді бізге тезірек, блин, қазір кеш болып кетеді ғой. Баш біреудің дауысын естіп жатырмын мен. Жүзі бөлтірлі дауыстарды естіп жатырмын. Қазір достар, мен наушник киіп алайыншы, әйтпесе наушник кимесе мен естімеймін вообще. Қазір тоқтай тұрмын да 5 секунд. О, все достар, мен наушник киіп алдым. Енді мен бүкіл дауыстарды естіп отырмын. Если бізге бір құбыжықтар шабуылайтын болса, мен барлығын естіп отырамын. Я достар, бұл сборкіде ойнағыларың келсе, короче, обязательно наушникпен ойнаңыздар. Әйтпесе сіздер естімей қалуы мүмкінсіздер. Өйткені любой уақытта артыңыздан бір құбыжық келіп қалуы мүмкін, банағыдай сияқты, и просто сізді өлтіріп тастайды. Я достар, бұл сборканы айтпақшы, мен ссылкасын описанияда қалдырамын. Если ойнағыларың келсе, жазып алып ойнасаңыздар да болады. Бұл дейтін 1.12 версиясы, так что давайте достар, жазып алып ойнап көріңіздер. Короче, давайте достар, мен қазір бірдеңелер жасап алайын. Сосын сіздерге оралам. Мәссаған достар, уже кеш болып жатыр, көріп сіздер ме қараңдар. Қазір кеште вообще қиын болады. Ё-моё, мен дайын емеспін кешке. Монстр шықты. Монстр шықты. Қараңдар, келатыр. Ема, кім мынау достар, кім? Что за ассимилированный эндермен дейді. Бұл дейтін зараженный эндермен ғой. Түсіндім достар, мында неше түрлі андай мобтар зараженный болады. Все, достар, екінші рет өліп жатырмын. Бұл әлемде қалай өмір сүреді достар? Ё-моё, маған айтыңдаршы. О май гад, бізге бұл жақтан тезірек кету керек сияқты достар. Міне осы жақта жүр ғой банағы эндермен. Короче, я достар, банағы эндермен дейтін ол вирусқа түсіп қалған өз достар. Я, мында достар әрбір моб дейтін неге айналып кете алады, банағыдай сияқты құбыжыққа айналып кете алады, мысалы шошқада айналып кете алады, сиырда айналып кете алады, вообще қойда айналып кете алады. Любой жануар бұл әлемдегі барлығы да банағыдай сияқты монстрға айналып кете алады. Короче, банағыдай монстрлар бір-бірін сөйтіп жұқтырады неше түрлі аурулармен. Өйткені бұл паразит қой, енді паразиттің моды, сол себепті мұнда неше түрлі ауру. Опа, нағарада мұнда бір құрттар жүр, құрттарға түсіп қалмау керек. Секірдім мен. Судың астында ешқандай құбыжықтар жоқ шығар деген ойдамын. Қарап жүрейікші достар. Бір өп-үлкен құбыжық шықпасын судың астынан, әйтпесе мен кәдімгі зәрем ұшып кетеді қазір. Судың астынан бір құбыжық шықса. Қайда баратқанын білмеймін достар, әйтеуір басып бара жатырмын, әйтеуір мына тау жақтан кетіп бара жатырмын. Өйткені банағы эндермен жүрген сияқты осы жақта. Маған кету керек бұл жақтан. Не болмаса қайықты жасай алмадым ғой, ё-моё, қайықты да жасап үлгермедім. Ема, қараңыздар, жағалауда неше түрлі құрттар жүр, қараңыздар, қап-қаралардың барлығы сол құрттар. Короче, я мұнда неше түрлі, о май гад, тағы не бар. Біздің қарапайым зомбилар мен пауықтар, енді бұларды білемсіздер, бұлардан мен уже қорықпаймын. Бұлар біздің достарымызды зектеп алады енді достар. Өйткені бұлардан жаман құбыжықтар бар енді. Так, мына құрттарын оқпай тұрмын достар, мына құрттарды қарашы достар. Шуница сияқты біреу екен әйтеуірі. Тезірек кетейік бұл жерден. Маған ешін айтсам, ағаш салып алу керек, кішкене қайғы салып алу керек те кету керек мына жерден. Бірақ мына зомбилар маған ағаштарды алғызбайтын сияқты. Судың астында достар ешқандай құбыжықтар жүрмейтін сияқты. Не болса да мен көрмей тұрмын оларды егер де болса. Так, жағалауға шықтық достар. Так, тезірек бізге енді ағаш алу керек. Достар. Так, ойбай, мынақта скелеттер жүр. Ойбай, мынақта құрттар жүр. Фу, ё-моё, жақындамаңдар маған құрттар. Так, мен қаштым. Так. Ойбай,
Маған не керек қой, ағаш керек, давай. Тез ағаш тауып алу керек, ё-майо. Так, мына жақта. Мобтар, ё-майо. Сендер маған тиіспеңдерші, өйткені сендерден де басқа монстрлар бар мұнда. Солардың өздері жетті маған. Так, кеттік жүгіре берейік. Мына жақтағы ландшафт маған ұнап тұр. Мына жақтағы ландшафттар маған ұнап тұр. Ойбай, не? Ойбай, құрттар ма? Ағашына жетеді, спокойно алуға өткен. Так, достар, өзіме топор жасап алдым. Так, жалғастыра береміз, достар, жалғастыра береміз. Бір түрлі бір дыбыстар шығып жатыр, әрине, достар. Енді ешқандай әзірше құбыжықтарды көріп тұрған жоқ, бізге қарай ешкім келатқан жоқ. Мына пауықтан басқа. Так, мына пауық ешқандай қарапайым пауық қой да, яғни қарапайым пауық екен. Так, бір орында көп отыра беріп керек емес, достар, так что бізге тез жылжу керек. Мен қайық жасап аламын өзіме. И все, достар, кетті, қалған заттарды кейін жасаймыз. Қазір таңертең болғанда бізге тезірек қайыққа отырып кету керек бұл жерден. Бір жерде көп тұра беріп керек емес, өйткені банағы сияқты эндермендер тыпырасап бізді өлтіріп тастауы мүмкін, әбден мүмкін, достар. Осы себепті давайте осы аралға барайық. Нарал маған ұнап тұр, наралда. Вау, мұнда, достар, жител жүр, қараңдар. Жител зомби. Ешқандай құбыжық емес, ешқандай монстр емес, зараженный емес, паразит емес. Так, мына жағалауға келдік. Давайте осы арадан тоқтайық әзірше. Так, алып аламыз қайықты өзімізбен бірге. Давайте трастикті де жинап алайық. Бәлкім керек болып қалар. Не бар тағы да мұнда? Так, зомби, крипер деген біздің бұрынғы достарымыз. Мен оларды енді достарымыз деп айтаймын. Өйткені айттым ғой, достар, одан да қорқынышты құбыжықтар жетеді бұл әлемде. Давайте тауықты өлтірейік. Бізге ет керек қой. Тамақ жейміз қой. 3 тауықтың еті бар бізде. Если что, өлмейміз енді. Тамақ бар екен бізде, әйтеуір шүкір. Тағы да ағаш керек маған. Давайте алып алайық. Тағы да бір зомби житель. Ё-майо, толып тұр екен ғой бұндай зомби жительдер. Бір шамасын көрдім уже. Так. Күн шығып келе жатыр, достар. Бірінші күніміз өтті осы әлемде. Біз тек қана бір паразитті кездестірдік. Бұл банағы эндермен паразит. Қалғандарын әлі кездестірмедік. Мұнда, достар, паразиттің түрлері толып жатыр. Біз тек қана біреуін кездестірдік әзірше. Так что давайте, достар, лайк басып жүріңіздер, тезірек екінші сериясын шығарамыз. Екінші серияда уже тағы да неше түрлі паразиттерді кездестіретін шығарамыз деген ойдамын. Так, мұнда пещера бар екен. Давайте осынан кішкене булыжник алайық. Бізге булыжник керек айтпақшы. Кирка жасап аламыз. Давайте, достар, шағын булыжник алайық. Өткен айтқанды булыжник бізге қазір керек. Құрттың дауысын естіп жатырмын, достар. Қай жерде жүр құрт? Бұл жерде құрт жүр, достар, андай. Дауысын ұнатпаймын кәдімгі, ана құрттардың дауыстарын ұнатпаймын кәдімгідей. Жыныма тет кәдімгі. Каменный кирка жасап алайық. Бізге қазір печка жасау керек айтпақшы. Давайте, достар. Ойбай, one дейді. Не ол one? Что за one, достар? One деген бір сөз шықты, достар. Чатта. Не ол, достар? Нені білдіреді ол? Бірінші күн өтті дегенді білдіре ма? Все түсіндім, достар. Айтпақшы, достар, мұнда күннен сайын паразиттер көбейе береді, достар. Бірінші күнде мана көріңіздер, тек қана эндермен паразиті болды. Енді екінші күнде қазір каждый күн сайын, достар, қиындай береді ойын. Енді түсіндім, достар. Бірінші күнде бәсе неге оңай деп қоямын, достар. Бірақ хотя маған оңай болған жоқ негізі. Бірақ сонда да банағы бірінші күн негізі жалпы оңай деп саналады. Қазір енді екінші күн, үшінші күн, төртінші күн, әрбір күн сайын, достар, қиындай береді. Короче, достар, давайте біз бүйтейік, әрбір бір күнді түсірейік та бір серия қылып. Біреу жүр, достар, мына жерде. Біреудің дыбысын естіп жатырмын, достар. Міне. Ойбай, бір құбыжық жүр мұнда тағы да. Так, тезірек қайығымызға отырамыз да кетеміз. До свидания. Сау болыңыз. Сіздер көрсетіп жүрген, қараңдар, бір құбыжық жүр ана жерде. Қараңдар. Ойбай, көріңдер ғой да әні. Так, сіздерге тағы көрсетемін, достар. Дұрыстап көрмей тұрған болсаңдар. Бәсе кім дауыс деп қоямын? Міне бір құбыжық жүр мына жерде. Вау. Так, все, болды, кеттік мына жақтан. Көргім келіп тұрған жоқ ана құбыжықты. Не істейтінде көргім келіп тұрған жоқ. Шайқасқымда келіп тұрған жоқ мен. Өйткені менде шанс жоқ сияқты онымен шайқасуға. Менде әзірше броня дым жоқ, достар. Сол себепті мен олармен шайқасып керек емес маған олармен. Еще менде қазір хпым түсіп кетті кішкене. Давайте біз печка жасап алайық қазір. Достар, әрбір бір серияны бір күн қыламыз ба? Білмеймін, короче, достар, комментарий жазып кетіңдерші, или бірнеше күн түсіреміз па сразу. Так, мен үшін бірнеше күннен түсірген дұрыс деп ойлаймын. Бірақ бүгіндікке бір күн түсірем, достар. Бірінші серияға бір күн жарайды деп ойлаймын. Сол себепті қазір бітіреміз уже видеоны. Сіздер осыны, достар, давайте тезірек қолдап кетіңдер, тезірек екінші сериясын шығарамын. Давайте тамақ жеп алайық. Так, біздің қарнымыз ашып кетті уже. Давай, тауық жеп алайық, тауықтың етін жеп алайық. Так, хпымызды көтеріп алайық.
Все, енді хпымыз. О, енді нормально оқып қалдым, достар. Енді нормально оқып қалдым. Все, достар, онда осы жерден аяқтаймыз. Бірінші серияны айтқанымды, достар. Иә. Достар, осы жерден бізде видео аяқталды. Өткенде бізде Нұрлан Қаламның да видеосы өтті. Менің де видеом аяқталды. Сіздер каналға тіркеліп лайк бас. Сіздерге ұнаса лайк басып кетіңіздер. Ертең екінші бөлімін шығарамын. Ары қарай үшінші бөлім, төртінші бөлім шығарамыз. Достар, сіздер каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Сау болыңдар.